Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын нанның жасалу жолымен бөліскім келеді. Егер нандарыңыз піскенде қатып қалатын болса, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең әуелі таза ыдысымызға бір кесе жылы суымызды құйып, үстінен бір шай қасық тұз салып, ерігенше араластыратын боламыз. Үстінен 2 ас қасық сұйық майымызды құйып араластырып, алдын ала електен өткізіліп дайындалып қойған ұнның үстінен бір шай қасық ашытқы салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды 3-4 бөліп салуымыз қажет. Бірден салып жіберсек, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Енді үстінен қалған сұйық майымызды құйып, қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болып шығады. Сонан соң бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз ашып дайын болды. Енді оны ыдысымыздан босатып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бізде 2 нан шықты. Тек ортасын баса отырып, нанның пішінін келтіреміз. Сонан соң бетін жауып, 10 минутқа қалдырамыз. Міне біздің нандарымыз көтеріліп, әдемі болып қалды. Енді оның тек ортасын баса отырып, шанышқының көмегімен беттерін ортасын басып шығамыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Мен ең жоғарғы градуста пісіремін нанды. Енді бетінен жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп қойсаңыздар болады. Алдын ала қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің нанымыз дайын болды. Ол өте жұмсақ және дәмді болып шығады. Егер видео пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын.